Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге өте пайдалы уыз көжені жасау жолын көрсететін боламын. Іртік болмай, әдемі болып шығады. Келесі видеомда осында майсүйектің жасау жолын көрсететін боламын. Осында шашылып әдемі болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен күрішімізді жақсылап 2-3 қайтара жуып, тазалап жуамыз. Суы ағарғанша, сосын 1 сағатқа суға бұқтырып қойсаңыздар, күріштеріңіз жұмсақ тез пісетін болады. Осындай ыдысымызға күрішімізді салып, үстіне 1-2 сантиметр асып тұратындай суымызды құйып, орташа отта күрішімізді пісіреміз. Күрішіміздің суы тартылып болған соң, үстіне сүтімізді құятын боламыз. Мендегі сүт жаңа туған малдың 2-ші, 3-ші, 4-ші күннің сүттері бар. Ең бірінші, 4-ші немесе 5-ші күннің сүтін құясыздар. Кішкене ғана, жартысын ғана құйып, осылай қозғап, кішкене тағы пісіреміз. Егер сіздер 1-ші күннің немесе 2-ші күннің уыз сүтін құйсаңыздар, сіздердің уыз көжелеріңіз іріп кетуі мүмкін. Сол үшін 4-ші немесе 5-ші күні кішкене сол күндерін сүтін құямыз да, сосын ары қарай 3-ші, 2-ші, 1-ші күннің сүттерін жартылай құятын боламыз. Осымен біздің уыз көжеміз дайын болды. Міндетті түрде арасын үздіксіз араластырып отыруыңыз керек. Онда сіздердің уыз көжелеріңіз іртік болып қалуы мүмкін. Менің YouTube каналымда қолжетімді оңай рецепттер өте көп. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздер де осы уыз көжені жасап көріңіздер. Мен айтылған рецептпен уыз көжелеріңіз іртіксіз әдемі болып пісетін болады.